Біз енді құрайтын екінші құрамыз Versace. Бізге осындай 20-20 мата керек, оны тура алдыңғы видеодағыдай етіп сызып аламыз. Және осындай 4 бұрышты 4-4 сантиметр қиынды керек. Оның бұрыштарын астыңғы сызықтармен келтіріп сызып 0,5 сантиметр машинкамен тігіп аламыз. Матаны қимаймыз, артқа жылжып, мәреге барып тоқтап тұрамыз. Оны өріп тігеміз. Бізге енді ақ түсінен керек. Екінші ақ түсі. Бұны 0,5 сантиметр тігіске, қалған бөлігін қақ ортасынан бөліп, астыңғы матаның сызығымен сай келу керек. Көз мөлшермен тіге алмасаңыздар, тура осылай немен бормен сызып алсаңыздар болады. Бәрін қадағалаймыз. Матаның түзу тұрғанын, ара қашықтықтарының бәрін қадағалаймыз. Енді матаны қайырып отырып қиямыз. Артқа ары жүріп, мәреге барып тоқтаймыз. Инені матадан суырмай, лапканы көтеріп, матаны айналдырамыз. Екінші тағы ақ енді. Бұда тура 0,5 сантиметр тігіске, және ортасына қалған бөлігін ортасынан қақ бөліп, астыңғы матаның сызығымен сайғып қоямыз. Бәрін көз мөлшермен қадағалаймыз. Матаны қайырып отырып қиып аламыз. Закрепка беріңіздер. Алға қарай жылжимыз да, енді сарыдан жүргіземіз. Осы жерінде қадағалаңыздар, көбінесе шатасып кетпеңіздер. Сары матадан тура солай 0,5 тігіске, қалған бөлігін қақ ортасынан бөліп, астыңғы сызықпен сай келу керек. Түгін төмен қаратып отырып тігеміз. Матаны қайырып отырып кесіп аламыз. Мәреге барып тоқтаймыз. Енді тағы да сары. Басын бастау кішкене қиындау бұл құрақтың. Сол үшін дәптер арнап сызып алғандарыңыз дұрыс, шатаспайтындай. Екінші тағы сарыдан жүргіземіз. Бұны да түгін төмен қаратып 0,5 сантиметрмен тігіп шығамыз. Сантиметрмен тігіп шықтық. Алға қарай жылжимыз, тоқтаймыз. Енді ақтан жүргіземіз. Түгін төмен қаратамыз. Ақтан жүріп шығамыз. Закрепка беріп, мәреге барып тоқтаймыз. Жоғары қарай артқа жылжып, мәреге барып тоқтаймыз. Көрдіңіздер ме? Қарама қарсы құрақ бір-біріне шығып жатыр. Енді ақтан тағы. Алға қарай жылжимыз бұл жолы. Енді көрдіңіздер ме? Сарының біткен жерінен сарыдан жалғастырамыз. Түгін төмен қаратамыз. Қолмен сипап көріп 0,5 сантиметрден сарыдан жалғастырып тігеміз. Осылай екі түсті кезек-кезек айналдырып отырып тігеміз. Бұл Versace құрақ деп аталынады. Закрепка беріп, мәреге барып тоқтаймыз. Инені қойып, матаны айналдырамыз, лапканы көтереміз. Айналдырған кезде инені матадан суырмаңыздар.
закрепка беріп, алға қарай жылжимыз. Енді мынау аққа бару керек, бұрышқа. Енді ақтан жүргіземіз. Екеуден ғой. Екі ақ, екі сарыны кезіктіріп отырып айналдырамыз. Мына бір ақ кетті енді. Бірінші ақтан кетті. Закрепка беріп, жоғары қарай мәреге барып тоқтап тұрамыз. Инені матадан көтермейміз. Лапканы көтеріп, астына матаны айналдырамыз. Ине орында тұру керек, қозғалмай. Екінші ақ 0,5 сантиметрмен тігіп шығамыз екінші ағымызды. Бұл ақ біткеннен мәреге тоқтамаймыз, алға қарай жылжимыз. Артқа жүрмейміз, алға қарай жылжып кеп, сарыға келеміз енді. Келесі кезек сары. Осылай міне кезектестіріп тігіп шығамыз. Сарыға келдік мұны. Мәреге тоқтап, инені қойып, астыңғы матаны айналдырамыз, лапканы көтеріп тұрып, түгін төмен қаратуды ұмытпаймыз. Әр тіккен сайын түгін төмен қаратып отырамыз. Енді алға жылжимыз, келесі кезі ақ түсінен кетеді енді. Келесі кезек ақ. Түгін төмен қаратамыз, қолмен сипап көріп. Закрепка беріп, енді артқы мәреге барып тоқтаймыз. Бірінші ақ кетті, енді екінші ақ. Матаны жіпті кесіп аламыз да, енді мына жағына сарыдан жүргіземіз. Инені бірінші тығып алу керек, сосын барып педальді басу керек. Бірден тігіп кетсеңіздер, астыңғы ине жіп, астыңғы жіп шайнап кету мүмкін, немесе жіптеріңіз үзіліп кету мүмкін. Закрепка береміз. Әр құрап біткен сайын закрепка беруді ұмытпаңыздар. Тағы да сары. Закрепка береміз, міне бітті құрағымыз. Енді шетін 2-3 мм тігіп шығамыз. Құрамыз бітті. Енді артық маталарын, жіптерін қайшымен кесіп тастаймыз.
Мына Versace құрағымыз осымен аяқталды. Астын қараңыздар, ешқандай артық жіп жоқ, бәрі өріп тігілген.